Индивид пен қоғам арасындағы қарым-қатынас, әлеуметтену және бірегейлік теориялар, әлеуметтену кезеңдері, гендерлік әлеуметтену және гендерлік тәртіп, рөлдер мен мәртебелер. Әлеуметтену бұл адамның қоғамға бейімделіп, мәдениет, құндылық ережелерін үйрену процесі. Әртүрлі теориялар әлеуметтену үрдісін әртүрлі түсіндіреді. Құрылымдық функционализм әлеуметтену қоғамның тұрақтылығы үшін қажет деп есептейді. Конфликт теориясы әлеуметтену теңсіздікті қайта өндіреді. Символдық интеракционизм тұлға өзін айнадағы мен және рөлдерді қабылдау арқылы қалыптастырады. Әлеуметтенудің кезеңдері: бірінші реттік әлеуметтену отбасы, ерте балалық шақ. Екінші реттік әлеуметтену мектеп, достар, бақ арқылы. Ересектік әлеуметтену кәсіби, отбасылық қоғамдағы рөлдерді меңгеру. Қайта әлеуметтену жаңа ортаға бейімделу. Әскер, түрме, мысалы жаңа мамандық. Гендерлік әлеуметтену қоғам ұл мен қызға әртүрлі роль жүктейді. Қыздарға нәзіктік, ұлдарға күш пен көшбасшылық рөлін беріледі. Гендерлік стереотиптер ойыншық, іс-әрекет, мінез-құлық арқылы қалыптасады. Қазір қоғамда қыздарға ерлерге тән істерді жасау еркіндігі көбірек беріледі. Рөлдер мен мәртебелер. Роль әлеуметтік жағдайға сәйкес күтілетін мінез-құлық. Мәртебе адамның қоғамдағы орны. Туа біткен мәртебе, жыныс, нәсіл, ұлт, қол жеткізген мәртебе, білім, кәсіп, атақ. Рольдік шиеленіс бір мәртебенің ішіндегі қайшылық. Рольдер қақтығысы бірнеше мәртебенің арасындағы қайшылықтар. Әлеуметтенудің агенттері: отбасы алғашқы тәрбие беруші, мектеп білім және тәртіп береді. Қатарластар, дос-жаран, құрбы достар әсер етеді. Бұқаралық ақпарат құралдары және әлеуметтік желілер қазіргі жастардың құндылықтарына тікелей ықпал жасайды. Дін, дәстүр, мәдениет қоғамның нормаларын қалыптастырады. Әлеуметтенудің функциялары: білім беру, біріктіру, мәдени мұра дәстүрлерді келесі ұрпаққа жеткізу. Әлеуметтенудің түрлері: формальды, бейформалды. Индивид пен қоғам тығыз байланыста. Тұлға әлеуметтену арқылы қоғамға бейімделеді. Рөлдер мен мәртебелерді меңгереді. Жаһандану бірегейлікке жаңа сын қатері келеді.